Хабарымыз жалғастырамыз. Павлодарда көп балалы отбасы себепсіз үй кезегінен шығып қалған. Бұндай жағдайға іліккен тек бір отбасы ғана емес. Баспаналы болуды армандаған 401 адам кезектен қалайша шығып қалғанын білмейді. Мәселеге халық қалаулылары араласты. Еркебұлан Әлкенов жұбайы Гүлдараймен 5 баланы тәрбиелеп отыр. Тағдырдың жазуымен үлкен ұлы Ислам туғанынан мүмкіндігі шектеулі. Отағасы Еркебұлан 12 жастағы ұлының күтімімен айналысады. Аядай ғана тар бөлмеде 7 адам тұрып жатыр. Баспаналы болуды армандаған Әлкеновтар отбасы 2010 жылы үй кезегіне тұрыпты. Биыл кезек ретін тексерсе арнайы жүйеде өзін таппаған. Енді үміттенеміз, үйді ала шығамыз. Өйткені 11 жылдан аса біз үйді күтіп отырмыз. Бізде енді басқа шыны керек, енді әрине енді әр адам өзі тіршілік істеу керек қой. Енді менде де болды тіршілік, бірақ енді мен бұлай үй алуға біраз енді үйді ала алмадым мен. Шын айтам, мына үкіметтің енді ала бұйырса, көмек тиіп кетсе, осымен бізге алатын үмітіміз бар. Амалы таусылған отбасы бала шағасының қамын ойлап қалалық Нұр Отан партиясына жүгінген. Бұдан кейін халық қалаулылары бірден мәселені шешіп берудің жолын іздей бастапты. Нұр-Сұлтан қаласына мәжіліс депутаттарына звондадық, Нуркина Айгүл Қабдушинаға. Ол кісі сол уақытта біздің көзімізше вице-министрға хабарласып телефон арқылы осы жағдайды түсіндіріп айтып, сол күні орталық мемлекеттік органнан қаржы бөліміне құжаттарды сұратып, қайра қоңырау шалынды. Содан бері бір ай бойы осы жұмыс істелініп, бүгінгі күнде 401 отбасы жаңағы жүйеге кірмей қалған екен. Бұл жерде айта кету керек, Әлкенова ханым жалғыз емес, ондай отбасы қала бойынша 401 жанұя екен. Комитетом по делам строительства. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық құрылыс істер комитеті жүйеге кірмеген азаматтар бойынша деректерді жеке салыстырып тексеру жүргізді. Нәтижесінде Павлодар облысының әкімдігіне хабарлады. Сәйкесінше жедел жұмыстар қолға алынды. Жаңа жүйенің тізімінде болмаған, бірақ кезекте тұрғандардың барлығы пәтер алу дерекқорына сәтті енгізілді. Бүгінде 377 отбасы аталмыш жүйеге енгізіліп, баспанаға кезекке қайта тұрды. Сала мамандарының әркез айтары бір. Бұндай жағдайға бірыңғай жүйенің енгізілуі себеп болған көрінеді. Қазіргі таңда олар барлық техникалық ақау жойылды деп сендірді. Әлкенова Гүлдарай бізде кезекте көп балалы ана ретінде кезекте тұр. Ол кісінің жағдайы бізде қазір 2020 жылы единый система дейміз ғой, бірыңғай жүйе қабылданған болатын 2020 жыл. Соның ішіне жаңа база енгізген кезде көп кезекте тұрған азаматтар, сонымен қатар көп балалы отбасыларда енгізілмеген болатын. Қазіргі таңда ол тізімді біз уже министрлікке хаттама жолдап, уже барлығын кезекке қойдық. Павлодар қаласында 15400 адам үй алуға кезекте тұр. Олардың ішінде 720 көп балалы ана баспаналы болуды арман етеді. Өткен жылы қала тұрғындарына 108 пәтер берілсе, оның тек 28-і көп балалы аналар иелігіне өткен. Айол Мырахмжанова, Юрий Белевский, ертіс ақпарат.